Сәлем достар, алдыңғы видеода осы шаблонның электрондық форматта жасалу жолын көрсеттім. Осы жолы осы шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Осындай фотобумагаға А4 форматында шығарып алдым. Менде фотобумага двухсторонняя глянцевая фотобумага. Бұндай шаблонға односторонняя глянцевая мен қолдана берсеңіздер де болады. Енді қағаздың плотнысы осындайға 180-нен жоғары қағазға шығарған өте әдемі көрінеді. Бұндай карточка ретінде шаблондарды обязательно канцелярский ножбен кескен дұрыс. Өйткені қайшымен қисық болып қалады. Всегда қисық болып қалады. Сол үшін обязательно канцелярский ножбен, үшкір канцелярский ножбен кесіңіздер. Канцелярский ножбен жұмыс істеген кезде астына обязательно парақ немесе коврик қойыңыздар. Өйткені мебеліңізді кесіп кетуі мүмкін. Міне мына жерде барлығы түсінікті деп ойлаймын. Линия бойынша барлығын қиып шығасыздар. Кесіп. Міне мен барлығын қиып шықтым. Енді осы шаблонды алғыңыз келсе, менің YouTube каналыма подписаться ету қажет. Одан кейін комментарийдің астында ссылка тұрады, сол ссылка арқылы өтіп, осы шаблонды ала аласыздар. Міне мен шаблондарымды кесіп қойдым. Енді мен видеомда жақында осы хит-копилка жайында видео шығады. Электрондық форматта жасалу жолын. Обязательно мен YouTube каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені мына видеоны обязательно көру керек сіздерге. Енді қазір птичье молокоға арналған оберткаларды кесем, кішкене биговка жасаймын. Қатты баспай, жай ғана слегка өтіп шығамын. Қатты бассаңыз қағазыңыз кесіп кетеді. Мына жерде линиялары барлығы көрініп тұр, сол линия бойынша биговка жасаймын. Егер де қағазыңыз 115 граммдық тонкий қағаз болатын болса, именно шоколадтардың оберткасына арналған, тогда биговка жасамай, жай ғана линия бойынша қиып шығасыздар. Менде просто қағазым кішкене қалыңдау, сол үшін обязательно биговка қажет болады. Мен қағазымның несі қалыңдығы мына жерде 180 грамм. Міне тез-тез кішкене ускорить етіп жүремін. Одан кейін птичье молоко аласыздар. Но именно видеодағы птичье молоко менің YouTubeға арналған жұмыс птичье молоком. Сол үшін түрі осындай. Енді қазір шаблондарымызды аламыз. Птичье молоконы аламын осылай. Міне биговка жасап қойдым, сол үшін прям по форме келіп тұр. Клеймен немесе двухсторонний скотчпен жай ғана бітіп, двухсторонний скотчтың липкий слой қалды. Енді осыны жай соның төбесіне жабыстыра саламын. Міне барлығы көрініп тұр деп ойлаймын. Енді ана жаққа да двухсторонний скотч жабыстырып, осылай жабыстыра салсаңыз болады. Немесе клейменде. Двухсторонний скотч алғанда маленький двухсторонний скотч алыңыздар. Қалың двухсторонний скотчпен жұмыс істеу өте ыңғайсыз. Міне мен шаблоным дайын, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Өте әдемі шықты. Осыны электрондық форматта қалай жасадым, сол жайында менің каналымда видео бар, обязательно қараңыздар. Өте әдемі деп ойлаймын. Осындайды қонақтарға немесе бокс жасағанда, мысалы, салып қойсаңыз болады, өте әдемі көрінеді. Алда әлі 8 март туралы көптеген видеолар болады. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!